Сәлем қыздар. Келесі бізде верховная жрица, яғни қазақшасы бас діни қызметкер, діни әйел, монах деп те айтылады. Бұның тура және теріс мағынада айтатын болсақ, тура мағына дегеніміз ол, яғни жақсы мағына ғой. Бұл жақсы мағыналарында бұл жаңағы принцип, яғни әйелдік принцип. Өзінің жаңағы принципі бар. Әйелді айтамыз, шыдамды, сондай үйлесімді және бейбітшілікті қалайтын, құпиялы әйел. Құпия іс деген мағынаны да білдіреді. Яғни картаға жаңағы жағдайға байланысты, яғни істің құпиялылығы өзгеріп отырады. Енді теріс мағынасында үстірттік дейді. Мысалға, бір жағдайға үстіртін қарайды, яғни үстірттік деген бос әурешілік, теріс пікір, жасырын жауларды білдіреді. Сосын депрессияға түсу деген мағынаны береді. Сосын қарсыластың барын білдіреді. Және сақтану керектігі туралы білдіреді. Ал махаббатта бұл құпия әйел деп аталады. Яғни измена, көзге шөп салу деген мағынаны білдіреді. Егер махаббат туралы түсетін болса, құпия әйел, яғни үшінші адам бар деген мағынаны білдіреді. Жалпылама мағынасы бұл құпия деген сөз ғой. Құпия іс және құпия әйел деген сияқты мағынаны білдіреді.